Драматургия жанры бойынша оқуға берілген кітаптар тізіміне енген жазушы Мадина Омарованың «Көмбе нанның дәмі» атты драмасы. Мадина Омарова әдебиетке тәуелсіздік кезеңінде аяқ басқан жазушы. Рухани кеңістікке шыныққанына шамамен 20 шақты жүздің жүзі болған ол негізінен әңгіме жанрында жазды. Оның повесть романдарының өзінің алдында мәне деген мағына тұрады. Мадинаның әңгімелері қысқа, кейде мүлдем қып-қысқа миниатюра, этюд, суреттеме сияқты. Солай бола тұра көтерілетін мәселесінің тереңдігі мен өмірлік материалдардың ауқымдығы жағынан алғанда өте салмақты болып келеді. Жазу мәнері өз қатарластарынан едәуір ерекшеленген жазушының 2 кітабы жарық көрді. Бірнеше шығармасы орыс тіліне аударылған. Жазушының «Ана ғұмыры» кітабы 2009 жылы, 2012 жылы «Қадір түні» прозасы және басқа драмалық шығармалары, мистикалық әңгімелер шықса, ал 2020 жылы «Көмбе нанның дәмі» атты драмасы жарық көрді. Драматург Мадина Омарова «Көмбе нанның дәмі» драмасында тарихи жағдайлардың салдарынан Қазақстанға жер аударылған ұлт өкілдерінің тағдырын, соғыс жылдары тылда қалған халықтың басындағы нәубет халды суреттеді. Майдан елдегі ер азаматты түгел сыпырып алып кеткенде барлық қиямет қиыншылық ауылдағы шал кемпірдің, бала шаға мен әйелдердің мойнына қылшылбыр болып ілінеді. Сол бір кез тағы бір сұмдығын тарихта қалады. Драмада ел мен елдің, ұлт пен ұлттың бауырласуы, ұлттығымыздың қонақ жайлығы, қазақтың өзі қайғыдан қан жұтып, аш-жалаңаш отырса да, пана іздеп келген жұртты сыртқа теппей, аялы алақанын қалай ұсынғанын баяндайды. Ең бастысы, адам рухының мықтылығы, махаббат пен мейірімнің қандай да қиындықты жеңетін көрініс табады осы драмада. Аталмыш драма Мұхтар Әуезов атындағы театрда сахналанған. «Көмбе нанның дәмі» атты драмасын электрондық нұсқасын Казнев KZ порталынан оқуға шақырамыз. Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрының репертуарындағы «Көмбе нанның дәмі» спектаклі қойыла бастағанына 1 жылдан астам уақыт болды. Елімізде тату-тәтті өмір сүріп, ұрпақ өрбітіп отырған ұлттар мен ұлыстардың бауырластығы, ынтымағы мен бірлігін, қазақ халқының дархандығын арқау еткен спектакль Алматыдағы мектеп оқушыларына жиі көрсетіліп тұрады. Бұл қойылымдың тұсаукесері өткен күннен бастап Алматы қаласындағы 38 этно-мәдени бірлестіктің өкілдері тамашалады. Қазақ елін мекен еткен ұлттар мен ұлыстардың ынтымақ бірлігі жарасып, әртүрлі ұлт өкілдері бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Ұлт пен ұлыстың Қазақстанға жер аударылуы мен көшіп келуінің әртүрлі себептері, тарихи жағдайларына байланысты түрлі салдары да бар. Жер шарының қай бөлігіне келсе де, өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқы бауырына басты, туғанындай көрді, қабылдады. Елбасы да осы елдің азаматы ретінде кеңінен тыныстап, еңбек етуге мүмкіндік берді. Ендеше сіздер менен біздер болып, биылғы жыл кітабіне таңдалған Мадина Омарованың «Көмбе нанның дәмі» атты драмасын көріп, осы кітапты оқуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.